Маңызды таңдау. Алғашқы қадам. Жаңа орта. Мүмкіндіктер. Алғашқы қорқыныш. Жеңіліс. Жан-жақты қолдау. Шешуші. Нәтиже. Бастау жай ғана мектеп емес. Бұл бізге сыйластықты, бауырмалдықты, адами қасиеттерді үйреткен қасиетті ұя. Бастау табысқа жетудің төте жолы еңбекқорлықта, тұрақтылық пен үздіксіз даму екендігін санамызға сіңірген білім ордасы. Осы жерде біз нағыз достықтың қадірін түсініп, бір-бірімізге қамқор болуды, қиын сәтте сүйеніш, қуанышты сәтте серік болуды үйрендік. Мұнда бізге тек білім емес, өмірлік азық берілді. Мен бастауға 2021 жылы келдім. Ол келген кезінде курс болдық біз. Қазір Аллаға шүкір 4 жыл уақыт өтіпті. 4 жыл уақыттың ішінде өте үлкен даму бар. Бұлай осы сфераның ішінде жүргеннен кейін, осы жұмыста жүргеннен кейін даму қатты білінбейді. Бірақ сырттан қарасаң, даму өте қатты қарқынды болып жатыр, Аллаға шүкір. Басында Астана қаласында жүрдім. Астана қаласында жұмыс бабымен, Нұрболат ағайдың ұсынысымен келдім мектепке. Бауырым осы білім саласын дамытайық, үлес қосайық, жастар тәрбиелейік дегеннен кейін басында келгім келмеді, ойланып жүрдім. Сосын неге бір-бірімізге тірек болмасқа, шынайы жаны ашитын адамдар керек жанымызға деп. Мен келген кезде осы ғимаратта енді жаңа келген еді. Одан алдын базар жақта болды. Ғимаратқа келген кезімізде бірінші этаж, екінші этаж голд ресторан. Бұл жер ресторан болды. Біз үстін алдық, үшінші этаж бен төртінші этаж біздің еді. Ол кезде екі этаждың өзінде бір мезетте 600-700 оқушы оқитындай курс болдық біз. Сұраныс өте жақсы болды. Халық келіп жатыр. Бірақ бізде бір нәрсе болды. Оқушыны тұрақты азаннан кешке дейін өзімізде ұстау деген арман болды. Өйткені оқушы мектептен келеді, қайтадан түстен кейін шаршап келеді түстен кейін. Енді Нұрболат ағайлардың ол кезде курсты ашқан кездегі мақсаты мектеп болу болды ғой. Бірақ шынымен өте қиын болды басында. Өйткені оқушының фокусын ұстап қалу, бала қиналады деген сияқты. Сол арман 2022-де орындалды. Бір жылда тынымсыз еңбектер, жасау әрекеттерінің арқасында лицензияға қол жеткіздік. Өте қиын болды басында бірінші мектеп болу. Аллаға шүкір, одан кейін 2023-те екінші мектебіміз ашылды, 24-те үшінші мектебіміз ашылды. Жыл сайын даму үстіндеміз. Енді бұл жай ғана болып жатқан сияқты болады, бірақ негізінде қандамай қаншама жұмыстар кетіп жатыр ол жерде. Қарап тұрсаңыз, мен біз әріптестерге де айтамыз, оқушыларға да айтамыз, әрбір заттың біз үшін қадірі бар бұл жерде. Өйткені қолда бар алтынның қадірі жоқ дейді ғой, сөз бар ғой. Біз бұны нөлден бастап көргеннен кейін бұл заттар біз үшін қымбат. Сондықтан да оқушыларға әрдайым айтамыз, өздерінің үйлерің сияқты, екінші үйлерің сияқты қараңдар, әрбір затты өздерінің заттарың сияқты қараңдар деп. Сол қазір білім саласында жұмыс жасап жатырмыз, қолдан келгенше. Ұстаз деген атқа лайық болуға тырысып жүрміз. Бұйыртса, бұны ары қарап жалғастырамыз. Енді Құдай қаласа мектептерімізді көбейтіп, Түркістан қаласынан және Қазақстанның керек болса бүкіл жерінен осы мектепті дамытып, мектебімізді ашып, одан кейін қолымыздан келіп жатса, білім басқармасына барып, осы елдің қолымыздан не келеді, қызмет ету ғой, жалпы елге. Жастар тәрбиесі. Жалпы айтады ғой, 3М дейді да. 3М түзелетін болса, ел дамиды дейді да. 3М дегеніміз бірінші мектеп, екіншісі медресе, одан кейін мешіт деп жатады негізі. Енді оны халық түсінбеуі мүмкін, кейбір түсінеді. Сол мектеп саласын дамытатын болсақ, өйткені бүкіл мектептен шығады. Президент те шығады, мектептен шығады, премьер-министр де шығады, кәсіпкерлер де шығады, елге жаны ашитын барлығы осы мектептен шығады негізі. Сондықтан да осы мектепке көңіл бөлу керек, жастарды тәрбиелеуіміз керек. Сол кезде еліміз дамитын шығар деген үміттеміз. Мен бастауға ең бірінші 2019 жылы желтоқсанның 5-іне келгем. Қызықтарыңыз 6-сына ағайлар Стамбулға кеткен ғой, ертесіне. Сөйтіп келіп, алғашқы практикамды жасап, жұмысқа бірден түсіп кеткем. Іздеп, тауып келдік. Андай болады ғой, өз ниеттестер қосылады дегенде жетіп қосылдық деп ойлаймын. Бір-бірімізге себеп болып. Андай ғой, мысалы
әр кездің өзінің бір несі болады дейді ғой. Сол кезде топ болды ғой шын мен үшін. Өйткені сол кезде курстардың ішінде де ерекше кәдімгідей бір қарқынмен келатқан білім беру орталығы болды. Сөйтіп сол темппен, сол не қалай айтсам болады, отты өшірмей алға қарай ол үлкен бір мақсатпен ұласып кетті ғой, мектепке айналу деген. И солай сөйтіп соны жұмыс жасадық. И соған жеттік деп ойлаймын, команда болып. Біздің Бастау мектебінің түлектер кешіне жиналған құрметті қонақтар, ардақты ұстаздар, қадірменді ата-аналар мен сүйікті оқушылар, баршаңызға қайырлы күн. Кез келген ата-ана өзінің алғашқы тұңғыш перзентімен бірге қалай ата-ана болу керек екенін үйреніп, бірге өсіп, бірге барлық сәттерді бөліседі. Менің осы оқу жылының басынан бастап қобалжып жүргенімнің бір себебі менің тұңғышым ол сіздер. Сіздердің орындарыңыз мен үшін әрқашан ерекше. Менімен өткізген әр сабақ үшін, әр күн үшін сіздерге өте үлкен алғысымды білдіргім келеді. Кеше ғана көздерім мөлдіреп келген оқушыларым бүгінде қанат қағып түлек болып ұшқалы тұр. Осы сәтте түлек сөзінің мағынасына тоқталғым келеді. Қазақтар ежелден ақ қасқырдың қайсарлығын, жылқының тектілігін, қыранның алғырлығын адам баласының бойынан табылу керек деп ырымдаған. Яғни бұл түлек деген сөз қыран бүркіттің жасына байланысты айтылады. Яғни қыран бүркіт 4 жасқа дейін оның қауырсын түсі үнемі жаңарып, үнемі өзгеріп отырады екен. Ал 4 жасқа толып 5 жасқа өткен шағында оның қауырсын түсі біркелкі қоңырқай түске ауысады екен. Яғни 4 жасқа толған бүркіт балапанын біз түлек, яғни жас түлек деп атаймыз. Яғни бұл дегеніміз осы ақыл есін тоқтатып, жаңа ересек өмірдің баспалдағыма дерсіз. Яғни бүркітшілер балапан кезінен баққан бүркітін 4 жасқа толтырып, түлетіп, аңға салады екен. Яғни бұл дегеніміз біздің 11 жыл оқытқан оқушыларымыздың, яғни 11 жылдан кейін жаңа ересек өмірге басқан баспалдағы секілді. Яғни осы қырандай алысқа, қыран бүркіттей алысқа көз тастап, осы биік шыңдарды бағындырыңыздар. Өмір деген қиындығы да, қызығы да қатар жүретін даңғыл жолда еш жамандық көрмеңіздер. Өсіп, өніп, өрлеңіздер. Білімді, парасатты, рухты, мәдениетті жастар болыңыздар. Ата-аналарыңыздың үкілеген үмітін ақтаған, ақ батасын алған перзент болыңыздар. Қазақтың маңдайына бақ боп біткен жастар болыңыздар. Ақ жол, сәт сапар, жас түлек. Біз сіздерге сенеміз. Бастау бұл жүрекке жақын, жанға ыстық орта. Мұнда әр оқушы ерекше, әр жетістік қуаныш, әр сәт естен кетпес естелік. Бастау жай ғана мектеп емес, бастау бұл өмірге жолдама берген үлкен отбасы. Біз қайда жүрсек те, жүрегімізде осы қасиетті ұяның жылуы сақталады. Барлығы бастаумен басталған. 2023 жылы өз жұмысын бастаған Бастау 2 мектебіне тіркелу ашылды деген сәттен бастап, бұл мектепте оқу менің кішігірім арманым айналды. Бұл ортаға келсем, өзім армандап жүрген оқу орнына түсу де, ұбт-дан жоғарғы балл алу да мүмкін екеніне сендім. Сапалы білім мен қазіргі жастардың талабына сай мектепте оқу болашағыңа басталған ең үздік инвестиция емес пе? Бастау арманыңа бастаған алғашқы қадамың. 2017 жылы жалпы осы білім саласында жүрген ұстаздар, яғни қазіргі бастаудың негізгі құрамы деп айтсақ болады, басшылық құрамында жүрген ұстаздар бірігіп, осы Түркістан өңірінің жас толқындарына, жастарына бағыт бағдар жол көрсету үшін осы бір орталық құрылған болатын. Ол кезде бастапқы уақытта Бастау білім беру орталығы болды. Кейіннен енді білім беру орталығы ретінде қаншалықты ұзаққа шабатынымыз белгісіз. Сондықтан мектеп боламыза, немесе жоғары оқу орны боламыза, колледж боламыза деген сияқты сұрақтар туындады. Сондықтан өзімізге ең жақын осы мектеп болу деген жолды таңдап, сол жолда әртүрлі кедергілер болды, әртүрлі қиындықтар болды. Сол қиындықтар кедергілердің барлығын еңсеріп, 2022 жылы осы мақсатқа толыққанды жеттік десек болады. Содан бері қазір 3 жылдан астам уақыт өтті. Мектеп аталғалы бері әр жылы бір корпусымыз, бір мектебіміз ашылып жатыр. Бұл да болса, осы Бастау мектептерінің қарқындап, көркейіп, дамып келе жатқанның бір көрінісі деп есептеймін. Бастау 2017 жылы 12 қарашада ашылды.
ашылмай жатып, осы мектептің іргесін қалаушы Нұрболат ұстаз, мен ол кезде 3 курс оқимын, сол кезде бізге келіп, химия пәнінен оқушыларды дайындауға қалай қарайсыз? Бұл жолы ақылы түрде деді. Осыдан сол 2017 жылдан 3-4 жыл алдын бізге ақысыз түрде сабақ өтуге ұсыныс жасаған, оны да қабылдаған болатынмын. Сонымен 3-ші курста уақытша болса да қабылдауға тырыстым, себебі бізде 3-ші курста воут деген нәрсе болды, соны тапсыратын болып уақытшаға келіскенбіз, бірақ әлі де жүрміз осы жерде сабақ беріп. Ең бірінші дастархан жаңа супермаркеттің төбесінде болғанбыз, өзі кішкентай аяқ жерде оқушылар құжынап жүретін тұғын. Өте ыстық, өте күшті естеліктер қалды ол жерде. Алғашқы түлектеріміз болды. Ең алғашқы менің өзімнің жеке жаңағыдай практикам сол жерде өтті. Оқушылармен бірге өстім, бірге үйрендім, әлі де солай үйреніп келе жатырмыз. Ең қызық оқиғамыз ол кезде қарама-қарсы зданияға бір партаны ұстап алып көшкеніміз болған. Қатты есімде қалып өткен пешеходтан ары қарай өтіп, бәрі прям оқушылар, ағайлар, апайлар тасып жүргені әлі көз алдымнан кетпейді. Сондай бір күшті естеліктер қалған. Одан кейін бастау көз алдымызда үлкейді, өсе берді. Ол жерде біз көп әріптестермен күшті орта таптық. Ең бірінші маған сыйлаған әдемі бір сый болды осы өмірдің. Менің күшті әріптестерім болды. Әр кезде әрқалай ол біреу келіп жатты, біреу кетіп жатты, бірақ әрдайым күшті және әдемі, ақылды бір супер ортамен дос болдым өзім. Және әрқайсысын жеке-жеке сағынатын болам, күшті естеліктермен еске алатын болам. Жас болса да, менен кішкентай болса да, маған үйрететіндері өте көп болды. Өзім алатын дүниелерім көп болды оның ішінде. Біздің оқушыларымыз бөлек әңгіме. Қазір өзіміздің оқушыларымызбен әріптес болып жүр. Олардың өзі оқушымыз екенін ұмытып та кеттік. Қалжыңдасамыз, әңгіме айтамыз, ойнаймыз, күлеміз. Оның өзі бір күшті бір эмоция. Көшеде көріп қалсақ та, қазір любой жерде жүрсең, Алтынай ұстаз, Нұрболат ұстаз, Айзада ұстаз деп танып жататындар өте көп. Ол біз үшін өте күшті, қуанышты. Әрбір оқушымыздың жеткен жетістігіне іштей қуанып, кейде көзге жас алып қалатын кездерде болады. Өзгеріп кетті ғой, үлкен болып кетті ғой деп көңіліміз әлі де жас. Біз оларды сағынамыз, өткен шақты қатты сағынамыз. 2018 жыл 10 сыныптағы Айзада бастауға ең алғаш рет келдім дастарханда. Бұл кездегі чувство менде тым бөлек болды, өйткені бізде мектепте емін-еркін сабақ бірде өтіледі, бірде өтілмейді деген сияқты. Ал ең бірінші сабақ бізде Нұрболат ағаймен сабақ болған, Қазақстан тарихы. Нұрболат ағай бізге полный бір бөлімді өтіп береді, 45 минутта уже білмеймін, одан кейін ойым еш нәрсе қабылдаған жоқ. Айтады, сендер ертең кеш мына блог тапсырасыңдар деп. Өмірімде блог оқымаған шығармын, таңғы 5-ке шейін сол кезде блог оқығам. Басында көрінді маған барлық мұғалімдер қатал сияқты болып көрінді. 11-ші классқа НТ деген осындай бола ма деп ойладым. Кейіннен біз Алтынай апаймен таныстық, куратор деген дүниені сол кезде ұғындым. Алтынай апай бізге куратор болды, және біз 6 күн бойы сабақ оқимыз. Яғни мен таңнан обедке дейін мектепте боламын, Ататүрік мектебінде. Обедтен кешке дейін осы бастау мектебінде, яғни курста боламын. Алтынай апай бізге вообще еш нәрседен жалықпайтынша, әйтпесе мен химия деген сабақта мүлде түсінбейтін едім. Бар ойым биологияны оқу, биологияда мұғалім болуды ғой мектеп кезімде. Сөйтіп, мен НТ тапсыратын кезде биологияны мұғалім болу үшін қасына химия деген пәнді қосып беру керек болады. Сөйтіп, бастауға келем, химияның реакциясын ештеңесін білмеймін, анау менделек кестесін еш нәрсесін түсінбеймін. Бірақ Алтынай апай маған барлығын түсіндіре үйретті. Сіздер не істер ме, сенбейсіздер ме білмеймін, бірақ менің соңғы НТ-дағы балым даже биологиядан жоғары химия болып шыққан. Менің химияны жақсы көруге, бастауды жақсы көруге тікелей біздің Алтынай апай қолдауын, көмегін көрсеткен болатын. Және айтатын дүние, қазір кураторлық сағаттар, бастауда осы активити деген дүниелер бар ғой. Бізді мұғалімдікке бағыттаған, мұғалімдікті ең шыңын жақсы көріп үйреткен может осы активитилер шығар. Себебі бастауда ол кезде қатты қаржыда болған жоқ, бірақ сонда да Алтынай апай бізге постоянно көңіл бөлетін. Бірінші күннен 6-ші күнге дейін біздің қасымызда жүреді, 7-ші күні бізді активитиге шығарады. Сол күні біз бірге күлеміз, бірге жылаймыз, талдардың астында отырып тест талдаймыз. Яғни білмеймін, бірақ дәл қазір маған көзіме бір күшті сәттер елестеп жатыр. Жалпы бастаудың атмосферасы осы. Мен оқушы кезімдегі Айзада қандай болса, қазір тура маған ұстаздарым не нәрсені үйретті, мен де соны балаларыма, яғни өзімнің алдымда отырған оқушыларыма үйретуге тырысып келе жатырмын. Мүмкін мен олар сияқты мықты болып жатқан жоқ шығармын, бірақ қолымнан келгенін жасап жатырмын деп айтсам болады.
Бастауға ең алғаш келген кезде ұстаздардың жалпы бір-бірімен қарым-қатынасы өте қатты ұнаған. Бір-біріне сіздеп сөйлеуі, үлкен болсын, кіші болсын, сол қарым-қатынас өте қатты ұнады. Содан жақсы әсер алдым. Бітіруші айтарымыз тек қана сәттілік, алдағы өмір жолында алдымызда неше түрлі қиындықтар келуі мүмкін, солардан сынып қалмай, тек қана алға қарай дами берсін. Ата-ананың үмітін ақтау әр перзенттің жүрегіндегі ең үлкен армандардың бірі. Бұл сөзді естігенде бәрімізге көз алдымызға бірден ұбт-дан жоғары балл жинап, жоғарғы оқу орнына грантқа түсу келеді. Мен үшін де бұл мақсат жай ғана арман емес, өмірлік меже. Ал бастау мектебі дәл сол жолды маған көрсете алды. Қайырлы күн, армысыздар. Сіз бүгін Кентау қаласының бастау мектебіндесіздер. Бұл білім ордасы сонау Түркістан қаласынан бастау алған өзіміздің Қарашаңырақ бастау мектебінің бір Кентаудағы жалғасы деп айтсақ болады. Енді неге Кентау дейтін болсаңыздар, бірінші айтайыншы, неге Түркістан? Жалпы Түркістан бұған дейінгі замандарда да нағыз білімнің ордасы болды. Қаншама ата-бабаларымыз сол топырақта жатыр. Құдай нәсіп етіп бізде сол топырақта білім алу және ары қарай білім тарату нәсіп болған екен. Ары қарай шамның жарығы алдымен айналасына түседі дейді. Түркістанға ең жақын жер және халық көп шоғырланған білімге мұқтаж жердің бірі және оқушылардың да талабы ерекше Кентау қаласы болғандықтан осы өңірде ашылған жайымыз бар. Енді кез келген істің басында қиындық бір үрей болатындығы белгілі. Біздің де ойымызда ең алғаш осындай үрейлер болды, жасырмаймыз. Ең бірінші сұрақ әрине бізге оқушы келе ме деген сұрақ болды. Одан кейін екінші ұстаздық құрамы қалай болады және олармен жұмыс қалай ары қарай өрбиді деген бір үрей болды. Және ата-ананың сенімі өте маңызды. Ата-ана бізді қалай қабылдайды деген. Енді Аллаға шүкір, жылдың басында осы бір үреймен жүріп, қалай оқудың басталғанын өзіміз байқамай қалдық. Оқушы саны бізге өте маңызды болды. 50 оқушы болды, 60 оқушы болды, бір күні 100 оқушы болды деген кезде біз сондай бір бас киімізді көкке лақтырғандай күйге түскен болатынбыз. Бірақ Аллаға шүкір, біз өзіміздің биылғы жоспарлаған жоспарымыздан әлдеқайда жоғары оқушы жинадық. Биыл жылдың соңында отырмыз мінекей. Сұхбаттың барысында бізде дәл қазір 239 оқушы бар, Аллаға шүкір. Және қазірдің өзінде бізді келесі жылға сұратып жатқан ата-аналар қазір де хабарласып, менің балам келесі жылы қалып кетпесінші өтініш міндетті түрде алсаңыздар деп жатқан ата-аналардың ойын естіп шынымен қуанамыз. Бұл да осы жерде жұмыс атқарған қаншама ұстаздардың маңдай терінің жемісі деп білеміз. Енді кез келген нәрсенің нәтижесі өте маңызды. Алла қаласа жылдың соңындамыз. Үміт артқан қаншама шәкірттеріміз бар, оқушыларымыз бар. Айтады ғой, жалпы бір жылын ойлаған егін өсіреді, оны баптайды. 10 жылын ойлаған ағаш өсіріп, оны баптайды. Ал 100 жылын ойлаған адам бала өсіреді және оны баптайды дейді. Бізде дәл сондай ұзақ жоспарда бір елдің игілігіне жарайды деген шәкірт тәрбиесімен, шәкірт тәрбиелеумен айналысып жатырмыз. Алла қаласа, бұл еңбек біз болсақ та, біз болмасақ та тоқтамайды. Ең болмаса біз соның бір жүгін арқалайық деген мақсатта осы салада жүрміз. Және осы Кентау мектебінің кез келген бір дәрежесінде, кез келген бір ісінде осы жердегі қаншама ұстаздың ерен еңбегі бар. Орта ұстаз, Лаура ұстаз, Сымбат ұстаз. Сүйікті ұстазым Қазбек ұстаз. Бастауда менде 4 сүйікті ұстазым бар. Біріншісі Бота ұстаз, екіншісі Ақтілек ұстаз, Лаура ұстаз және де Қазбек ұстаз. Сүйікті ұстазым Абылай ұстаз. Біләжар ұстаз. Абдулла ұстаз. Менің ең сүйікті ұстазым Нұрболат ұстаз. Санжар ұстаз өзім кураторым. Егер білім беру тәжірибесін санасақ, онда Азат ұстаз бен Санжар ұстаз деп ойлаймын. Надыр ағай. Абылай ұстаз. Мұхтар ұстаз. Дұрдан ұстаз. Мақсат ұстаз. Надыр ұстаз. Дамы ұстаз, Надыр ұстаз, Алмат ұстаз, Нұрила ұстаз, Әлімхан ұстаз, Әлімжан ұстаз, барлық ұстаз. Меніңше ең сүйікті ұстаз атына бәрі лайықты деп ойлаймын. Садридин ұстаз. Барлық ұстаз. Менің сүйікті ұстаздарым Шынар ұстаз және Нұртуған ұстаз. Алмас ұстаз бен дүние старттан береді Арке ұстаз. Өйткені бастау дамитын орта. Ең жақсы орта, сапалы білім және ең керемет ұстаздар. Мен негізі бастау мектебі бар екенін де білмегем. Бір звонок и я тут. Бастау мектептен ерекшелігі, кез келген ұстазбен ашық сөйлесе аласың, кәдімгі сенің досың сияқты болып сені қабылдайды. Сол жағы ерекше және де өте керемет мен үшін.
анамның кеңесі бойынша таңдап келдім. Мама алып келді. Мамам себепкер болды. Мен бастау мектебін таңдауым, екі ағам осы жақта оқып грантқа түсті. Өзім грантқа түсу үшін осы мектепке келдім. Өзім жүргенмін сол бұрын мектебінде. Bir кезде мама айтады, бастауда мектеп бар екен. Андай ұбт-да не айтады, қойшы дедім. Сосын барып көрсетеді, болмай ауыстырып жіберемін деді. Сөйтіп келдім, сөйтсем болады екен. Тарих блогы. Мен ең алғаш келгенде мен тәртіпке мән бердім. Өйткені бастау мектебінің тәртібі ол өте басқа мектептеріне қарағанда ерекше болды. Енді қаталырақ өздерінің системалары бар, сол системаға, сол заңға бағынып оқимыз. Сынып ішіндегі камера. Ең алғаш келген кезде көзіме бірінші болып Жанболат ұстаз түсті. Оның сөйлегені адамды тартады. Кірген кезде көзіме Дамыс ұстаз түсті, және ол мен қолмен ассалаумағалейкум деп амандасқан кезде ол маған қолын бермей осылай амандасқан. Ең бірінші мектепке келген кезде қатты көзге түскен нәрсе ол математика сабағынан бірінші күнде 300 есеп берген. Ең алғаш кірген кезде, мектепке кірген кезде Абдулласы және Құдірет ұстаз бір-бірімен андай сөйлесіп отқан, бір-біріне күліп, приколдарсап, қасында отыратын, біткен, то есть мектеп бітіретін түлектермен әңгімелесіп, сол маған сол байып. Бірінші менде Жанболат ұстазының кабинетіндегі кондиционер көзіме түскен. Бастау мектебіне келгендегі менің көзіме бірінші түскен зат ол тазалық. Мектептің іші өте жайлы, сонымен қатар тап-таза болды. Сымбат ұстазың ұрысқанын, Бота ұстазың інім дегенін, сосын өзіміздің қыздар болып жиналып, билеп сөйтіп жүргенімізді. 8 жарында айқайлап отқан Мейірбек сөздің дауысын қимаймын. Және де потом анау телефон жинайтын уақыттағы телефонды қимай тұрамын ғой, сол сәтті қимаймын ғой мен. И потом Қазақстан тарихтағы андай шулайтын сәттер бар, сол сәттерді қимаймын. Ол бізде асханаға әбетте әр сағат 1-ді күтіп, асқа кезекте тұрып баратын уақыт. И ол тамақ. Кеткеннен кейін ол сағынатымыз осы 140 өзі мектеп ішілік тесттер, оған дайындалудың өзі бір қызық, керемет. Мен өткен қызықты сәттерді және ұстаздарымды санадым. Мектеп аяқтаған соң мен өзімнің ұстазымды қимайтын едім, Шынар ұстаз. Алмас ұстазға біздің қырсықтығымызды, еркелігімізді көтерген үшін және біздің қателіктерімізді түзеген үшін рахмет айтамын. Шынар ұстазды керек кезде қолдауын білдірген үшін, біздің жанымыздан табылған үшін, бізге мотивация берген үшін алғыс айтамын. Бізді бастау мектебіндегі бүкіл ұстазға рахмет айтқым келеді. Оның ішінде бірақ әсіресе өзімнің кураторым болған Шынар ұстазға қанша еркелігімді көтерді, аз баласам да маған әрқашанда поддержка берді, сол үшін мың алғыс айтқым келеді. Математикалық сауаттылықты жеңіл және түсінікті түсіндірген Садриддин ұстазға мың да бір алғыс. Мен Шынар ұстазға алғыс айтқым келеді. Себебі ол кісі именно бізге мотивация керек кезде, қолдау керек кезде бізге өзінің өтетін күшті сөздерін айтып бізді жігерлендіреді. Ал екінші мен Қазбек ұстазға рахмет айтқым келеді. Қазбек үнемі Санду, сен жасай аласың, сен қолыңнан келеді деген күшті сөздермен андай жігерлендіреді. Мен сол сөз айтып естігеннен кейін үйге барып тек мат салып оқимын. Мейірбек ұстазға өзінің поддержкасы үшін алғыс айтарым. Мен ойымша ең қарапайымы Нұрболат ұстазға осы мектеп үшін. Мен Санжар ұстазға рахмет едім. Соның арқасында мен ағылшын деген көзірек бітті. Мен Мақсат ұстазға айтар едім, себебі ол кісі осы менің адам болып қалыптасуыма ең үлес көп қосқан кісі Мақсат ұстаз. Мен Рауан ұстазға алғыс айтамын. Ол менің әр 140 сайын қасымнан табылып, қасымда болып, жоғары баласам менімен бірге қуанып, сәл аз алып қалсам, барынша поддержкасын беріп, мені всегда қолдап жүріп, сенің қолыңнан келеді, сен әлі бәрін бағындырасың деп қолдап жүрген үшін рахмет айтамын. Надыр ұстазбен Тұңғышбай ұстазды. Дамыс ұстаздың кураторлық сабақта айтатын әңгімелері. Әрдайым біз үшін уайымдап жүретін Мұхтар ұстазға алғыс айтқым келеді.